АВМ-ге арналған топ персонаж. Я достар, бүгінгі видеода мен сендерді отрядты шашып тастайтын навык беретін боламын. Видео басталмастан бұрын комментарға КБЖ, ДБЖ деп жазып тастап, лайк, репостты аямай бастасақшы. От души барлықтарыңа, кстати, айтпашы, 10 мың подписчикке де жетіп алыппыз. Енді біз тоқтамаймыз, ары жайлап 50 мың подписчикке жетіп алып, құдай қаласа поддержкаға кіріп алсақ болғаны. Енді навыкқа келейік. Снайпер десе бірден еске түсетін Тақырбас Рафаэль. Тақырбас Рафаэль сендердің любой снайперлеріңе глушак қосып береді. Сонымен қоса, егер де сен біреуді құлататын болсаң снайпермен, олар 80%-ке қыпысын тез кетіретін болады. Яғни қансырап тез өледі ғой, короче. Ал екінші персонаж шпагатқа отыра алатын Никита. Никита, егер де сен бір адамға тигізетін болсаң, ол, короче, 50%-ке любой қыпы беретін нәрсені азайтатын болады. Сонымен қоса, оның екінші күші, сен егер бір адамға тигізетін болсаң, 6 секунд бойы саған перезарядканы тез еткізетін болады ғой, короче. Ойлаш, бір адамға тигізесің, оқтадың, аттың, короче, бравомен тез ататын болсың осы Никитаның арқасында. Үшінші персонаж Одзо. Одзо, егер де сен бір адамды құлататын болсаң, қасындағы адамдардың бәріне метке беріп көріп тұрғандарындай, олардың бәрі жай жүріп қалады. Яғни досын тұрғызуға, короче, үлгермейді ғой, бір сөз айтқанда. И жай жүріп жатқан адамдарға АВМ-мен тигізу өте оңай екенін ұмытпа. Активді навыкқа сен тапсырып ал. Короче, АВМ-мен атысқан кезде упорды сәл қиналып қалатын білетін жасындар, короче. Сол себептерден сендер сәл қашып, не болмаса керек кезде упорға кіріп атысуға өте қатты керек болады. Егер де сен өзіңнің аккаунтыңды сатып, не болмаса өзіңе аккаунт іздеп атсаң, мен саған өзімнің телеграм каналымда ұсынатын боламын. Достар, бұл жақта тек қана алу сату емес, сонымен қоса тегін турнирларда болып отырады. Давайте барлықтарыңа даша.